Аккаунт қауіпсіздігін қорғау. Ол үшін Instagramға кіреміз. Жоғарыдағы 3 сызықты басып, настройки бөліміне өтеміз. Ол жерде безопасность деген бар, оны басамыз. Двухфакторная аутентификацияға кіріп, начать дегенді басамыз. Мен ең төменде тұрған SMS дегенді кнопканы жылжытамын. Сонда маған код келеді. Міне 6 цифрлы код келді, оны теремін. Осы кодты теріп, далее дегенді басамын. Енді менің WhatsApp номеріме код келетін болсын ба деп сұрап тұр. Мен сызықшаны жылжытамын. Сонда менің WhatsApp номеріме код келетін болады. Егер басқа біреу бұзып алмақшы болса, маған код келеді. Басқа телефонмен кіргім келсе, ноутбуктен кіргім келсе, осындай код келеді. Осыны сохранить етіп алдым. Енді маған резервный кодтар жібереді. Міне осыны скрин жасап аламыз. Біздің Instagram парақшамыз қорғалды. Енді парольге келетін болсақ, біздің парақшамызды бұзып алмау үшін ол 10-12 цифр символдан тұру керек, басарып, сызықша сандар қолдану керек. Көшенің аты, балаңыздың фамилиясы.